Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ халқы. Бүгінгі видеомда қазір дүние жүзіндегі болып жатқан мәселелерге байланысты өз ойымды білдіре кетейін деп отырмын. Алдында негізі айтуым керек болатын, бірақ оған ішкі мәселелеріміз болғаннан кейін бірінші соларды айтуға бел буған болатын. Жарайды, қазіргі айтайын деп отырған мәселем, өздеріңіз егерде интернетте шарлап біліп отырсаңыздар, Украинадағы жаңағындай Украинаның жеріне байланысты жаңағындай ДНР, ЛНР деген Украинаның батысындағы жаңағындай Украинаның шығысындағы екі екі жер өздеріне автономия аламыз деп бөлек шығып, сол жерден соған соғыс шығып, сол жақта қазір соғыс шығып жатқан өздеріңіз білесіздер. Енді сол Украинаға байланысты жаңағы Украина жерін өзін бекітем деп, сол жаңағындай сепаратистердің бөлек шыққан несіне қарап, Украина өз жерін алам деп отырған кезде оларға жаңағы сепаратист ЛНР, ДНР деп отырғандарға Россия соған қарсы емес, сол ЛНР, ДНР-ға көмек береміз деген сияқты болып жатқандықтан, ар жақтан өздеріңіз білесіздер, Украина елі Евроодақтың құрамында болғаннан кейін ол Украинаға Франция, Германия, Америка көмектесеміз деп жатыр. Сондықтан оған Украинаға қазір көмектің себебінен үлкен алпауыт мемлекеттердің арасында текетірес болғалы жатыр. Енді ол бір мысал. Сон жаңағындай сарапшылардың болжауы бойынша 2022 жылдары жаңағындай дүние жүзінде бір соғыс болуы мүмкін дегендей болжам жасап жатыр. Енді ол да айдан анық болып тұр. Сарапшы болсаң да болмасаң да жаңағы жердің жағдайдың ушығуына байланысты сондай жағдайлар болып жатыр. Ал енді ол бізге, Қазақстанымызға қандай әсері бар дегенде, мен айтатын, әрине ол енді бізге жақсы әсерін тигізбеуі әбден ықтимал әрине. Сонымен қатар тағы да айтайын деген, ал мысалға Украинаға НАТО көмектесіп жатыр дейік, Евроодақ көмектесіп жатыр дейік, Америка көмектесіп жатыр дейік. Ал біз Қазақстан кімге сенеміз? Біз 18 миллионбыз, 19 миллион болдық дейік, жарайды, 19 миллион. Бірақ Ресей мен Қытайдың Бейжің қаласы сияқты, Ресейдің Москва қаласы сияқты, бірақ қаласындағы тұратын адам сияқты санымыз. Біз санымызға сен алмаймыз. Біз қару-жарақ дейтін, бізде әлем қару-жарақ жоқ. Біз жаңағындай неше түрнеге басқа да нәрсе, біз тек бір Алладан басқа ешкімге сене алмаймыз, ағайын. Бірақ та Аллаға сену деген қолыңды көтеріп қойып, Аллахтан сұрай беріп отыра беру емес. Амал қылу керек, әрине. Әуелі Аллах тағала біз өзіміздің ислам дінімізді және шариғатымызды мықты қатал қадағалап, сақтап, соған байланысты өзіміз ислам шарттан қадағаласақ, қатал болғанда қадағалауға тырысып, осы шарттарды орындай алсақ, Аллах тағала өзі бізді 1001 қатерден сақтайды. Және де өзімізде соған қарай байланысты қамдануымыз керек. Яғни өз заман талабына сай қару-жарақпен қамданыңдар деген сияқты біз өзіміздің ішкі саясатымызды жасай беруіміз керекпіз. Соның ішінде тілде бар, соның ішінде жаңағындай өзіміздің мемлекеттің ішіндегі басқа мәселелер бар. Содан кейін айта кететін нәрсе, мына кредит жайлы, және де парақорлық жайлы, содан кейін
үлкен мәселелерді болжай кетейін. Болжап емес, айта кетейін. Сонда жаңағындай парақорлық, кредит, несие туралы сондай нәрселерді бізге парақорлықты мүлдем қою керек, тоқтату керек. Мен азаматтарымызға айтатыным сол, қай жерде парақорлық көбейсе, ол жаққа да Аллахтың азабы келеді дейді. Және де қай жерде жаңағындай несие пайда болса, ол жерге Аллах тағала сондай бір мәселелерді жібереді дейді. Мәселе емес, өздеріңіз білесіздер, уағыз тыңдап жүрсіздер, сондықтан парақорлық, жаңағындай өсімқорлық, несие, сол сияқты нелерді жіберіп керек емес. Сол сияқты ағайын, бұл қысқаша мен тек үлкен мәселелердің шет жағын ғана айттым. Нақты айтайын деген сол, біз ел боламыз десек, ұлт боламыз десек, біз деген бір Аллахқа ғана сеніп, ислам дінімізді, өзіміздің шариғатымызда мықты ұстануымыз керекпіз. Сол жерде исламымызды, шариғатты тереңірек оқып зерттейтін болсақ, көп сұрақтарға жауап алатынымыз анық. Сондықтан бауырлар, бұл жай ғана айтылып отқан сөз емес. Біз өзіміз 5 парызымызды мықты орындап, 5 парызымыздан мықты ұстанайық. Жақсы ағайын, сау болыңыздар.